Бәріңе сәлем, сендермен бірге Leo KZ түнімен TikTok'та стрим жасап, Only Up деген ойынды ойнап, Қазақстандағы рекордты қойдық. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Қазір түсте Астана қаласына ұшып бара жатырмын. Не себептен десеңіздер, видеоның атынан белгілі шығар. Қысқасын айтқанда, Астана қаласында Аламанов Fest турнирі болады. Сол жерде CSGO турнирінің финалы өтеді. Сол финалды қазақ тілінде жүргізетін боламын. Бұл менің өмірімдегі ең алғашқы тәжірибем болмақ. LAN турнирді, яғни қандай да бір ғимараттың ішінде дауысын жаңғырып тұратын жерде қазақ тілінде CSGO-дың турнирін жүргізейін деп жатырмын. Бұл жай ғана турнир емес, жалпы жүлде қоры 2,5 миллион теңгені құрайтын турнир, және бұл турнир HLTV сайтында тұр. Түсініп тұрған шығарсыңдар, қандай деңгейде өтетінін. Жалпы бұл кезекті влог, арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңдар, ал маған сәтті сапар. Самолетті ұйықтап алғым келген. Бір ұйықтай алған десем, самолетті екі жағыма екі қыз отырып алған. Бля, сөйтіп ұйықтай алмадым. Астанаға келдік. Мен қасымда Михаил. Орыс тілінде етіп жүргізетін комментаторды. Мен қазақ тілінде жүргізетін боламыз. Қазір біз такси келді бізге и отельге барамыз. Суретте өте әдемі отель болған. Қазір ішінен рум-тур жасайтын боламыз бірге. Бля, білмеймін әйтеуір, Астанаға екінші рет келіп жатырмын өмірімде. Алдын келген кезде қар жауып кеткен, бля, күзде өте суық. Қазір келдік, тоже жазда қайтадан суық. Жаңбыр жауған ба, бір жел болып тұр. Алматыдан қарағанда әлде қайда салқындау. Короче, отельге келдік, жекпе-жек демады сондай. Қазір рум-тур жасайтын боламыз. Так, кірген кезде оң жақта бізде жуынатын бөлме. Қарапайым, жуынатын жер, айна, фен, сүлгі, унитаз және ванна. Мына жерде шкаф, сол жақта заттарды қоятын. Ары қарай бізде айна, мынау мен, егер танымайтындар болса. Так, мына ғой бағана айтқан GG Hotel. Короче, андай же емес, обычный жекпе-жек бат, сондай толықтай аты мен білмейді екенмін. Одан ары қарай екі адамдық орын, мына жерде телевизор мұнда және орындық, егер бір нәрсе жазатын болсаң. Ал сыртқы көрініс, яғни Астанаға көрініс отельден мынандай. Қалай көрінетін білмеймін сендерге камерадан. Анау ғимарат тұр, атын білмейді екенмін, сол ғимаратқа қарап тұрады, короче, көрініс. Обычно отельдерге келген кезде тапочка, халат беретін еді жуынған кезде. Вот біздің нөмірде онда еш нәрсе жоқ. Қазір ресепшена барып сұрап көреміз. Егер болмаса, онда шынымен GG болайын деп тұр. Мына нөмір қалай сендерге? Комментарийге жазып кеттіңдер. Армандар орындалады деп қойсың көрші. Все, бізге ресепшеннан халат пен тапочканы әкеп берді. Бұл енді онда басқа ешқандай артық әңгіме жоқ. Барлығы нормально, барлығы күшті. Енді бұйырса демалып, ертең сенбі күні Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында турнирді жүргізетін боламыз. Әзірге біз демалуға кеттік. Бұл роликтің демеушісі Қазақстандағы ең сенімді букмекерлік кеңсе 1xBet компаниясы. Егер жоғары коэффициенттер жылдам төлемдер іздесеңіздер, тек осы жерде. Және Leo 65 промокоды арқылы алғашқы депозитке 100% бонус алуды ұмытпа, сілтеме комментарийде. Қайырлы таң. Менің білімше отельде таңғы ас беру керек. Қазір Михаилды барып оятайын, сосын таңғы ас ішуге барамыз. Вставай, Михаил. Что такое? Что, когда? 10. 10 сказали. Бля, ебать, холодно, сука. Ебать, запись до сих пор включил, я забыл уже, ёба. Короче, таңғы асты ішіп, Үшкемпіров жекпе-жек сарайына келдік. Қазір мына жақта барлық нәрсе дайындалып жатыр, қараңдар. Мынау сахна, ойыншылар отырады мына жерде. Монитор үлкен, яқта көрермендер, комментаторға арналған орын. Сейчас послушаем. Что Алексей скажет? Раз. А, пока не слышно, да, нас там?
Там нет. Алексей, когда выведет нас, тогда шнур за спину всегда перекидываем. Вот это знаешь, да? Если надо там чихнуть, что-то покашлять, вот это выключил, это включил. А что, чихнуть нельзя, что ли, прям? Ну куда ты? На весь стадион прикинь. А че? Турнирдің басталуына сәл қалды және бізді Red Bull командасы энергетиктермен бізді қуаттандыруда мына жерде. Держитесь. Спасибо. Достар, біз қазір енді сахнаға келе жатық. Мына жерде ойыншылардың отыратын компьютерлерін көрсететін боламыз. Кресло DX Racer келген кезде әр ойыншылардың өзінің девайстарын алып келеді өзімен бірге. Қазір алдарында Diffuser деген ойыншы мынау. Ассалаумалейкум. Diffuser не девайс, сенде таныстырып кетсең? Менде мышкадан басқа мышка Logitech G Pro, бірақ Superlight емес, ең бірінші версиясы. Аха. Наушнигім HyperX Cloud Revolver S, коврик BenQ Zoe, GSR Blue, и және клавиатура Varmila. Клавиатура топ, иә? Мына жерде настройкасын жасап жатыр екен, Nvidia негізі көрсетуге болмайды дейді. Көбінесе ана турнирда қарайсыңдар ғой, смоктың арасынан өлтіреді ғой. Сол кезде осы Nvidia-дан қарау істеп алатын сияқты негізінде. Маған да көрсетпейді мына жерде ойыншы. Жарайды, ешнәрсе етпес. Так, мына жерде монитор 240 Гц тұрады, иә? BenQ, иә? Обязательно BenQ. Міндетті түрде, иә. Тағы бір фишка тауып алдық, Diffuser деген ойыншыдан. Қазір сендерге бір қызық лайфхак үйретеді. Қолында мынандай метро кісі бар, кішкентай. Үйде қалай отырған сияқты тура осында қоясың да настройкаңды. Столдан қанша қашықтықта жерге дейін. Оны бір өлшейді. Одан кейін столдан коврикке дейін қанша сантиметр. Оны қоясың. Сосын столда транспортир жоқ па, там бұрыштарды өлшейтін. Үстелден монитордың табанына дейін ба? Ол сөз бәрі дұрыс екен. Бәрін дұрыс қойып. Осылай қойып аласың, үйіңдегі де тұрады, иә? Осылай қойып алам, мен түсінем да, үйімдегі сияқты отырғанымды. И без проблем ойнай берем да жақ. Жақсы фишка екен, по идее. Короче, турнир басталмай жатып, қазір мына жер дауыс қатты шығып кетеді, сол үшін түсіріп тастайын мына жақта не бар екен. Мұнда зона PlayStation 5 көрермендерге арналған келіп ойнаса болады. Қазір көрермендер жаймен енді ғана жиналып жатыр. Көріп тұрғандардың бәрі арена пустой. Мына жер енді ностальгия, бұрынғы замандағы телевизорлар, бұл жақта Sega сияқтылар ойнатылады. Менің ойымша Segaдан да бөлек PlayStation 3 па, қайсы бұл? Не заттар PlayStation ба, бұрынғы? Я, дәл солай PlayStation 3 Sega бар ма деп едім, что-то жоқ сияқты ғой, или мына жақта ма екен? Жақта Nintendo сияқты менің ойымша. Бұл жақта дискілер PlayStation 2-ге. Мына жерде настольный футбол. Мен ойлаған едім, мына жақта Sega бір дэнди болатын шығар деп, бірақ қатты ұзаққа кетпепті. PlayStation бұрынғы версиялар тұр дисклермен. Так, мына жақта VR зона. Мыналар походу екі атысып отқан сияқты, иә. Осындай бір видео бар еді бізде анау каналда, баналып кеткен каналда. Сырттан көрген күлкілі екен, шыны керек. Все, короче, киініп алып шығып бара жатырмын аренаға қарай. Ең бір жақсысы бұл жерде отель мен аренаның арасы ұзақ емес. Отельден шығасың бір ары кетсе 100 метр шығар. 100 метр жүріп уже аренадан пайда боласың. Қобалжып тұрмын, өмірімде бірінші рет CSGO-дан LAN турнирде қазақ тілін жүргізейін деп отырмын. Так, фестивальға менің білуімше Адрен өзінің командасын қолдау үшін келеді деген, қазір көрейік. Меня ищешь? Тебя ищем, брат, Хайдас? Салам алейкум. Вот так вечно ходишь, снимаешь. Всем пока, бро. Подписывайтесь на канал Квартира 36 и Авангард. Вот, Адрен фанаттарының суретке түсіп жатыр, вот оператор қасында күліп тұр. Ты как Ван Дам, жесть. Адрен, что, бірге бір ойнаймыз ба? Братан, я не играю сейчас. Я тоже не играю. На самом деле он очень слабо катает. Я очень слабо играю. Не, да я не про тебя, ты гонишь? Я про Лео.
сегодня присоединиться к нам, к игровой индустрии и поддержать наших спортсменов. Бізде алғашқы картада алғашқы тактикалық үзіліс, қателеспесем бұны авангард командасы алған сияқты. Ойынның тағдыры 180 градусқа өзгерді десек те болады бұл жерде. Үшінші раундта егер Кадео раундта жеңіп бермегенде мүмкін мүлдем басқаша болар еді бұл карта. Бірақ сол килдің арқасында авангард командасында экономикалық дағдарыс басталды және ситуация қазір 2-2. ДФГ командасы 2-2 өзгертті. Арадағы есепті және 7-ші раундта қараудамыз. Как четко стреляет. ТНД дает минус по Айсу. И все, идут уже на охоту по Дюку Фиссуры. ТНД дает 4-й минус. Ну что ж, дорогие друзья, давайте дадим шуму для чемпионов. Это команда «Авангард». Булдыбаев. И вот такой чек на сумму 1 250 000. Короче, мына жігіт Астанаға бір пакетпен келді да, короче, чемпион болып кетіп барады. Ем, брат, енді бір сумка сатып ал, брат, призовойдан. Адрен өзінің командасы жеңгеніне қуанышты. Там кейін жылап жатыр, білмеймін үшін. Бірге бір ойнап отырып қалдым менен бағана. Тырнағаш алқашқа ұқсайды. Матчты жүргізіп болып нөмірге келдім. Енді біраз қиын болды шыны керек. Өйткені LAN турнирді жүргізген кезде ойыншылардың қай жерде жүргенін позициясын айтуға болмайды, планеттен қай жаққа кетіп бара жатқанын айтуға болмайды, ойыншылардың атын да почти айтуға болмайды. Өйткені мысалы бір ойыншының атын айтып қалсаң, мысалы IC деп білет та қарсыластары оның қолында АВП бар екен, и смело ойнап сонда болады. Короче, көптеген заттарды айтуға болмайды, ХП-ны айтуға болмайды, смоктың арасында атып анан жанынан азайту, короче, в общем, түсіндер ғой, қандай қиын болғанын. Соған қарамастан әйтеуір үйтіп аяқтадық, Құдайға шүкір. Мынау менің алғашқы тәжірибем болатын комментаторлықта, қазақ тілінде LAN турнирда. Енді бұйырса, білмеймін, енді алда бір күн бар. Бір күн енді осы Астанада қыдыратын шығармын. Всем ассалаумалейкум. Бүгін 3-ші күн Астанада жүрген. Құдай қаласа кешке Алматы қарап ұшамын. Көшеге шыққан себебім отельде одноразовый шампунь, пасталар жоқ, обычно беру керек, да, қателеспесем. Сөйтіп 3-4 магазин арладым, короче. Жоқ, прикиньте. Примерно на райондар ғой, короче. Ар жақтарда не ол? Астана Арена ма, қателеспесем, вот. Осы примерно осы райондар ғой. Короче. Магазиндерде вообще одноразовый шампунь жоқ, даже шампуньның өзі әрең бар ғой. Бір мужской шампунь тауып алмақшы мынандай. Да, шампунь, блядь, 2600 теңгеге. Ебаный в рот. Сау болыңыз. Я. Шапкаңыз бар? Қандай су еді? Жай су еді? Қарапайым су. Қарапайым су демейін, қарапайым деген еме. 209. Қарапайым су таптыңыз ғой. Короче, бағана ресепшндағы және охранник ағамыз айтып атқан зат, по идее, су таптыңыз ба дейді, короче. Бағана келген кезде ресепшннен сұрайым, қарапайым су қай жерден алса болады деймін, ой, короче, қарапайым су. Енді білмеймін, енді обычный су басқаша қалай аталады, қара су деп атала ма, қарапайым су қайдан алса болады десем, түсінбейді екеуі де. Не ол қарапайым су, не ол қарапайым су? Кәдімгі обычный су ішетін десем, ше түсінбейді, сен маяқта тұрасың ба дейді. 3-ші күн Астанада жаз мезгілінде жүрім, әлі күн жоқ қой Астанада. Мына қараш, қазірді бұлтты аспан, күн жабық, салқындау. Қазір мына жерге Хан Шатыр жақын екен, может сол жаққа барып, в общем, түнге дейін уақыт өткізу керек. В общем, Хан Шатырдан шығып, қазір Астанада менің Аслан деген досым бар екен ғой, соның үйіне барайын деп жатырмын. Кезінде мына ғимараттардың барлығын телевизордан көретін ек. Зажигалка там, егіз здание дей ма, қалай, ар жағында бәйтерек бар. Енді өз көзіммен көрдім Астанаға келіп. Армандар орындалады деп қойсын көріш. Короче, қараңда, Аслан деген блогер досым үйін есігіне дейін кір деп тұр ғой. Күтіп алмайды. Видеоға айтатым мен еще, маған пох. Бля, базар жағадан келсін де. Хотя бы шығып, хотя бы квартира номерін айту деген жоқ.
Не deyip жатсың? Короче, Румтур Асланның бөлмесіне. Бөлмеме қош келдіңіздер. Ремонт әлі жасалатына 3 ай бұрын әрге гардероб заказ беріп қойғам. Нифиговый шынымен, подсветкамен. Ана жақта ағаштары ғана тұр, косячный істеп әкеліпті. Гардероб киімдерге ма? Иә, қайтарып жүрмін. Енді қайтып істеп атыр тез-тез. Мына жерде жататын төсегім. Нифиговый ма. Давай. Басқа заттарда жүрсің. Мына жерде жұмыс істейтін жерім. Банкымен су ішесің ба? Иә, банкымен. База жоқ. Өйткені күніне 2-3 банк су ішемін. Так, ебать. Прикинь, өмірімде мен бірінші рет көріп тұрмын. Алтын кнопканы, а? Вообще кнопканы. Не, берші мына күміс кнопка. Бля, кстати, менде дәл қазір 87 000 подписчик бар каналда. Так что, бұнды 100 000-ға жеткен кезде аламыз. Сол үшін каналға тіркелу керек обязательно. 2 күміс кнопка, 1 алтын кнопка. Так, девайс. Девайстар компты обновить деп жатырмын қазір. Что за? X-Racer Master, Superlight. G-Pro. Ну, ескі. Сен, короче, Hyper X-ға, ненің несі? Свечалар, нелер ма? Кейкаптар? Да, кейкап. Өзіңкі? Қанша осындай меді? На Asus-тікіне ұқсайды екен? Короче, алып комплектте келеді. Да. Ескі уже 2019 жылы. Но жаңа машинаның кілті ма? Иә. Не, түрі онша емес. Просто сыртын алмаған. Білемін ма? Короче, машинаның кілті машинаны көрсетеміз. Так, комп не? Так, микрофон Samsung. Микрофон ескі бәрін арнайы ететі керек. Комп бәрін арнайы ететі керек, құнан бәрі көрші, бұрыннан қалғандар бар. 2019 жылдан қалған, одан да ескі. 1070 i7 4-ші поколение. Мына корпусының жартысы, мына жақта ешнәрсе жоқ сияқты, по идее. Ладно. Мына өткенде Дубайға барып алып келген MacBook-тарың, жаңа да. YouTube-тан бірінші доход қалған MacBook. Мынаны да сонда алдың ба, или бұған дейін бармайды? Дубайда осыдан жақында барамыз. Мен 10 жыл бойы жинаған пианино ойнағанда опытымды көрсетіп. Болды осы. Короче, біз парковкаға келдік, Асланның машинасын көруге. Мынау ғой. БМ контур камераға барады. 001 ютубер типа 01, короче. БХ X5. Нешінші жылға? 2022 ма? 2022. Жап жаңа ғой, почти. Охуеть. Короче, мен вообще басқаша ойлағам. Мен Астанаға келген кезде Аслан, короче, БХ-сымен күтіп алып, қалада жүреміз ба десе, үйін алдына дейін кел деп тұр ғой, короче. Мен машина жүргізіп білмеймін, қалада енді үйреніп жатырмын, түнде ғана жүргізіп. Бля, пиздец екен брат машина. Көрімдік берейін десем ақшам жоқ, прикинь. Лайфхак. Короче, мынау селектор деп атала ма? Сваровскиймен типа коллаборация ма нәрсе. Сваровский деген бренд бар, соның нелері, мыналары. Мынау пневма, машина 4 сантиметрге төменге, 4 сантиметрге жоғарыға көтеріледі. Басқа не бар тағы айтатын, мына жерде подстаканниктар, салқындататын, поддерживать етіп тұратын, жылытатын, кофе болса немесе су болса. Подсветканың цветтерін ауыстыруға болады. Сосын адаптивный круиз контроль, ол енді біраз машиналарда бар шығар. Короче, паркингтің орнын, мына орынды определять етпейді, бірақ любой жерге шыққан кезде бір жерден өтесің, естіп, мына паркинг ассистент деген бар, қосылып тұрды ғой жаңа. Вот осыны қосып қоясың, и бір жердің қасынан өтіп баратқан кезде өзі бос орындарды қарап отырады. Сосын саған предлагает етіп, мына жерге машинаны қоюға болады дейді. Кнопканы басасың, өзі қойып тастайды, сен жүргізесің. Серьезно? Давай мен парковка қояйын. Короче, Асланның үйінде кейс ашайын деп отырмық. Бір кейс, бір ғана кейс. Надо бір-ақ кейс, бір хотя бы 10 шақты кейс жүрсе болады ғой. Менде вообще кейс жоқ. Мына қызға аштырайықшы. Періште ғой бұлар негіз. Нажми на мышку. Кетті ал. Еба, ака өтіп кетті ғой. Айттым мен нәрсе салайын деп. Қазір разоблачение Жұмағалиевтерге.
В общем, Асланның каналы 2,5 миллион, аналитикаға кіреміз. Соңғы 28 күн, міне, 5,6 миллион просмотр. Ашин ғой, ашин. $3,000 кеп тұрады ғой. Иә, видео салып жүрген жоқпын каналға. Если что, курс сатып алам десеңдер, маған хабарласыңдар. В общем, мне $168,000. Жалпы, я бұл ютубта $168,000. Мынау каналды, я мына ерден бастап тастап кеткенмін, короче, в общем, каналды. Қазір қайтадан қолға алу керек. Басқа каналда тастап кеткен дейді, көрсеші, тастап кеткен жердің өзі күніне өлдім деген не жақтарға апарсаң, мынаның өзі күніне $100 әкеп тұр. Тастап кеткеннің өзіне күніне 40-50 мың. Бұрында айына 4 миллион сондай ақ білетін, ал бір күнде $492. Короче, Асланның үйінен шықтық, үйінегілер күтіп алды, 5 бармақ тамағын беріп, енді шығарып сабатыр. Бірақ өкінішке орай мен 5 бармақ жей алмаймын. 5 бармақ жемейтін қазақты қайдан көрдіңдер? Метиспін ғой, брат. Метиспін. Короче, аэропортқа келдім Астананың, қазір бұйырса Алматыға ұшамын. Видеоблог осымен аяқталады. Барынша енді түсірдім. Көп жерлер негізінде қалып кетті, өйткені мен турнирға барған кезде комментатор болып отырдым ғой, и жәнегі турнирдің кезіне түсіруге уақыт болған жоқ, және кейбір сәттерде камера, короче, қосылып, менің қалтамда қалып кеткен ғой. Бір жарты сағаттай ма солай батареясы отырып қалады, и біраз заттарды түсіре алмадым. Ана жерге Адриан Кейн сияқты қонақтар келген, вот солармен сөйлесіп, жәнегі кибер спортсмендермен бірге бір ойнап, сондай идеялар болған негізі ойда, бірақ өкінішке орай түсіре алмадым. Енді максимум осы. Видеоблог ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, және арнаға тіркеліңдер. Сендермен бірге болған Лео KZ, келесі видеода кездескенше.